Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті оқырмандарым. Мынау қазіргі кезде сұрақтар көп келеді. Соның ішінде маңызды сұрақ осы ерлердің ұрығына вакцинаның әсері бар ма? Олай болса, достар, осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Өйткені қазіргі кезде енді коронавирус инфекцияға қарсы вакцина салынып жатыр. Осы ерлердің ағзасына қалай әсер етеді? Мынау вакцина демекші, біз жаңағы туылғаннан кейін туберкулезге қарсы вакцина, сол сияқты жаңағы полиомиелитке қарсы вакцина, осы вакциналар салынып жатыр бала кезде. Ал енді қазіргі кезде біреу жаңағы вакцинаның ұрыққа әсері бар, ұрпақсыз қалады екен, анау болады екен деген сияқты сөздер келіп түседі. Өйткені біздің дайрект парақшаға осы туралы біраз сұрақтар келді. Соған байланысты сіздерге айтып кетерім, мынау коронавирус инфекцияға вакцина салмаса, қазіргі кезде осы өршіп бара жатыр. Осы өршудің барысында вакцинаны осы аурудың жеңіл өту үшін жасалынып жатыр. Ал енді бұл еркектің ағзасына қалай әсер береді? Егер де еркектің ағзасы әлсіз болатын болса, иммундық жүйесі төмен болатын болса, қосымша мынау басқа да аурулар болатын болса, сол аурулардың, яғни өршуі осы вакцинадан кейін байқалуы мүмкін. Енді көріп жатырмыз, өйткені оның толық дәлелі міне осы вакцина салғаннан кейін ұрпақсыз қалады деген әзіргі кезде қолымызда дәлел жоқ. Соған байланысты мен айтар едім, вакцина алу керек қай кезде. Егер де сіздің ағзаңыздың иммундық жүйесі төмен болса, оны алдымен көтеріңіз. Және де мынау ағзаға жетіспейтін фитонутриенттер, яғни дәрумендердің деңгейі, микроэлементтердің деңгейі, осыларды жоғары көтеру арқылы сізге вакцина алатын болсаңыз, вакцинаның сізге ешқандай әсері болмайды. Сол себепті вакцина алатынға кезде міндетті түрде тамақтануды түзеу керек. Өйткені бізге ас арқылы, тамақтану арқылы әртүрлі микроэлементтердің, сонымен қатар жаңағы дәрумендердің түсуі осы тағамдар арқылы. Өйткені тағамдарды біз, құнарлы тағамдарды қолданатын болсақ, осы арқылы біз қандай да болсын, вакцина болсын, басқа да вирус болсын, жеңіп шығуға біз иммундық жүйеміз тікелей әсер етеді. Әрине иммундық жүйе төмен болатын болса, ол қандай да болсын, инфекция түсетін болса, вирус түсетін болса, ағзаны ол қоздыратын болады. Сол себепті иммундық жүйені қалай нығайту керек? Әрине дәрумендер қабылдаңыз. Өйткені сізге астан дәрумендердің түсуі аз болуы мүмкін. Соған байланысты жаңағы витамин С, аскорбиновая кислота, содан кейін жаңағы витамин Е, омега-3, одан кейін D3 витамині бар, цинк витаминін, селен витаминін, осы дәрумендерді қолданатын болсаңыз, сіздің иммундық жүйеңіз нығаяды. Әрине қазіргі кезде көбімізге осы фолий қышқылы жетіспейді. Фолий қышқылының маңыздылығы бұл орталық нерв жүйесінің жұмысы, бауырдың қызметінің жұмысына осы фолий қышқылы тікелей әсер етеді. Өйткені фолий қышқылы жетіспейтін болса, көбінесе білеміз, мынау аналарды бала жоспарлау барысында жаңағы гинеколог мамандар фолий қышқылын әйел кісілерге тағайындайды. Не үшін тағайындайды деп ойлайсыздар? Өйткені әйел кісінің ағзасында фолий қышқылы аз болатын болса, бұл анемияға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар жаңағы иммундық жүйесі әлсіз болуы мүмкін. Екіншіден, мынау баланың жаңағы өсу барысында егер жүкті болатын болса, ол әйел адамның ағзасынан пылесос сияқты, яғни бала бүкіл микроэлементтерді ішіне соратын болады. Соған байланысты, егер өзінің ағзасына жаңағы дәрумендердің, жаңағы фитонутриенттердің, мынау микроэлементтердің жетіспеушілігі болатын болса, әрине ол балаға қалай жетеді? Бұның жаңағы айтып кететін маңыздылығы баланың жаңағы өсіп жетілу кезеңінде іштегі әсіресе нерв жүйесінің жетілу барысында осы дәрумендер міндетті түрде ағзада толы болу керек. Өйткені бұл жетіспейтін болатын болса, ертеңгі күні баланың дұрыс дамымай қалуына, нерв жүйесінің ақауларына алып келуі мүмкін. Жаңағы анемия деп атамыз, бала туғаннан кейін анемия пайда болды. Неден? Өйткені анасына жетіспеді. Анасы жетіспегеннің әсерінен ол баласына берілді, ары қарай ұрпағына берілуі мүмкін. Не себепті анемияны біз емдемей жаңағы жүре береміз? Соған байланысты, жаңағы дәрумендердің уақытылы ағзаға түспеуіне байланысты, жаңағы тағаммен дұрыс түспеуіне байланысты. Бұл осыған байланысты әйел кісінің ағзасында анемиядан жаңағы шаш түсуі, жаңағы тырнақтың сынуы сияқты симптомдар білінеді. Ал енді осы симптомдардың кейбіреулері ер кісілердің ағзасында бар.
Өйткені еркектің жаңағы витамин ағзадағы дәрумен ешкім тексермейді. Әрине бұл жерде дәруменнің жетіспеушілігі еркектің ағзасында да бар. Және де мынау күннен түсетін бізге витамин D3 дәрумені де ағзаға жетіспесе, бұл да ағзадағы жаңағы микроэлементтердің сіңірілуін қамтамасыз ететін D3 витамині маңызды рөл атқарады екен. Және де бұл ағзадағы тестостерон гормонының да ұлғаюына бірден бір үлесін қосады. Сол себепті сіздерге айта кетерім, әрине бұл вакцина дегенді алу керек болады, өйткені мына коронавирустан жеңіл өту мақсатында. Ал енді ұрпақсыз қалмайтын болсаңыз, ұрпақсыз қалмау себебінде әрине осы дәрумендерді ағзаға толтыру керек, дұрыс тамақтану керек, иммундық жүйені көтеру керек, спортпен шұғылдану керек. Сосы кезде ғана сіздің иммундық жүйеңіз жақсарған кезде денсаулығыңыз ешқандай вирусқа, қандай вирус болсын, қарсы тұра алады. Және де қорытындылай келе айтарым, мынау вакцинаны салдырып жатыр. Мүмкін жаңағы жыныс жүйесінің әсерін беріп қалды. Мүмкін басқа себепке байланысты болды ма? Мүмкін стреске байланысты болды ма? Мүмкін жаңағы үрейге байланысты болды ма? Біз жаңағы әсер болмаса да үрей туындауы мүмкін. Үрейден, стресстен әртүрлі аурулардың өршуі байқалады. Соған байланысты егер де вакцина көрсеткіш болатын болса, алу керек. Өйткені сіздің ол өміріңіз сақтап қалу үшін, жеңіл өту үшін. Ал енді ұрпақ жағына келетін болсақ, егер вакцина алған болатын болсаңыз, 6 ай, 3 ай мен 6 айдың арасында бала жоспарламағаныңыз дұрыс. Осы уақытта жаңағы рационыңызды дұрыстайтын болсаңыз, ұрық сапаңыз түспейді, өзгеріске ұшырамайды. Соғымайса одан қорқатын ештеңе жоқ. Иммунитетіңізді әрқашанда жоғары көтеріңіз. Өзіңіздің өміріңіздің ұзару мақсатында вакцинаның жаңағы салу жоспарлап қойған болатын болса, ол әрине алу керек. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Ал енді достар, сөз соңында айта кетерім, біздің YouTube каналдың өркендеп өсуіне атсалысыңыздар, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаймыз достар. Келесіде қандай видео тақырыпты қозғағанымызды қалайсыздар, астына өз пікірлеріңізді жазып, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.